Футбол бұл өмір, ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгінгі көретін жаңалықтарыңыз. Зидан неге клубтарды баптаудан бас тартып жатыр? Милан клубы Оливье Жирудың орнына ойыншы тапқан тәрізді. Осы жаңалықтар бүгін сіздердің назарларыңызда. 13-ші сектор арнасына дәл қазір жазылмаған болсаңыздар жазылып, қолдап, бізбен бірге болуларыңызды сұраймыз, және де біз сіздер үшін еңбек етуден шаршамаймыз достар. Ал енді біз бастайық, кеттік. Ювентустың жартылай қорғаушысы Рабио қазір осы маусымнан кейін келісім шарты аяқталады, және де қай клубқа баратыны әлі де белгісіз. Рабио осы соңғы 2 маусымда Ювентус үшін өте тамаша ойын көрсетті, және Ювентус келісім шартты ары қарай жасай алады ма, жасай алмайды ма белгісіз. Бірақ та ақпараттарға сенетін болсақ, Ювентуста қалмайды. Қазіргі ақпараттар Рабионы Парис Сен-Жерменге қосып жатқан жайы бар, бірақ та Парис Сен-Жерменде ол ойнаған, және де дұрыс емес қарым-қатынастармен кетіп қалған болатын. Бірақ қазір Парис Сен-Жерменде де көп нәрсе ауысты, өзгерді деген сияқты қайтадан барса болады. Ұлттық құрамада жүрген кезінде Рабио өзі сұхбат берген болатын. Мен қазір қайда баратынымды айта алмаймын. Қазір жақсылап таңдау жасау керек, және де қателеспейтіндей дұрыс таңдау жасау керек деді Рабио. Ал енді таңдау кімге түсетінін белгісіз. Таңдайтындай клубтар бар. Біріншісі және айтып өткен Парис Сен-Жермен, екіншісі Арсенал клубы қалап отыр АПЛ-дан, және де сол Ньюкасл Юнайтед АПЛ-дан осы Рабионы қатарларына қосқысы келеді. Осы клубтардың ішінен бірін жақсылап тұрып таңдайтын болады. Рабиоға тек қана сәттілік тілейміз. Негізі осы аталған 3 клубқа барса да жаман ойын көрсетпейтін тәрізді. Себебі шабуылға да қосыла алады, қорғаныста да ойнай алады. Жалпы соңына дейін ойнайтын ойыншылардың бірі. The Athletic басылымы айтып жатыр. Егерде The Athletic басылымы АПЛ-ға қатысты жаңалықтар айтатын болса, ол нақты дұрыс ақпараттардың бірі деп айтуға болады. The Athletic басылымының айтуынша, Ливерпуль клубы Тиаго Моттаға қызығып жатқан жайы бар екен бапкер қылуға. Тиаго Мотта қазір Болонияны баптайды. Тиаго Мотта қазіргі таңда көп топ клубтардың назарын өзіне аудара білген бапкерлердің бірі. Тиаго Моттаның Болониясы қазір 4-ші орында келе жатыр. Тиаго Мотта өте мықты тактик, жақсы бапкер екенін осы маусымда дәлелдеді. Бірақ та тағы да 1-2 маусым бақылап көруге болатын бапкер. Бірден ала салатын бапкер емес, себебі Ливерпульда анау-мынау клуб емес. Юрген Клоптың орнына таңдап отырғаннан кейін әлі де ойлану керек сияқты Тиаго Мотта жайлы. Ал енді The Athletic'тің айтуынша тағы да бір бапкер Ханс Флик. Ханс Флик Бавариямен қалай ойнағанын білеміз. Талай-талай трофейлерді төбесіне көтерген. Ханс Фликта тәжірибе бар, үлкен клубпен жұмыс жасап көрген. Бәлкім осы Ханс Флик дұрыс па дегенде бір ой келеді. Ханс Фликқа да қызығып жатқан клубтар көп негізінде. Ал енді Ливерпульдің нұсқаларының ішінде бұл Ханс Флик болмаған, жақында пайда болыпты. Бір шетінен немістің орнын неміс бассын деген шығар. Бавария клубына да бапкер керек екенін бәріміз де білеміз. Бавария клубы Антонио Контемен де сөйлесіп көрген, бірақ та бас тартқан. Жозе Мауриньо да керек емес деген. Енді Бавария клубы бір тоқтамға келіп отыр, бірақ та бір тоқтамға келген бапкер бас тартып отыр. Ол Зинедин Зидан. Зинедин Зидан әлі де ойланатынын, нақты келісімін бергенін айтқан жоқ екен Баварияға. Фабрицио Романоның айтуынша. Зинедин Зидан не болса да осы ұлттық құраманы баптағысы келетін жеткізген болатын жанкүйерлерге, және де сол ұлттық құраманы соңына дейін күткісі келетін тәрізді. Осы алдағы Евро 2024-те Франция ұлттық құрамасы жақсы өнер көрсететін болса, әлбетте Дидье Дешам ұлттық құраманың бапкері болып қала береді. Сонда ары қарай Зидан тағы да ойланама, не істейді, клубтық деңгейге клубқа бапкер болып неге келмей жатыр, оны біз түсінбей жатырмыз. Бавария мысалы жаман клуб емес, Бундеслиганы алып тұр. Егерде Зидан келсе, Баварияға дәл қазіргі таңда Чемпиондар лигасы керек. Чемпиондар лигасын Зидан сияқты ұтатын ешкім жоқ. Қазіргі таңда 3 рет қатарынан ұтып алған, екеуі бір-бірін толықтырып тұрған тәрізді. Бірақ та Зинедин Зидан әлі де клубты баптауға дайын емеспін, клуб маған керек емес, ұлттық құраманы күтудемін деген сияқты әңгімелерін айтудан шаршаған жоқ. Енді бәлкім келесі маусымнан кейін Анчелотти кетсе, Реалға барып қаламын деген ойы да бар шығар. Не Реал, не Франция ұлттық құрамасы деген ұстанымы бар шығар өзінің ішінде. Біз түсінбедік. Бірақ та Баварияның бізге бапкер бол деген ұсынысына әлі нақты жауап бермеген.
Жируды осы маусымдан кейін ресми түрде рахметін айтып, орындарынан тұрып шапалақтарын ұрып МЛС-қа Лос-Анджелесқа шығарып салатын болады. Осы маусымдан кейін Жиру кетеді, орнына мықты ойыншы керек. Қандай ойыншы аламыз деп қазіргі таңда бастарын қатырып отырған жоқ Милан клубы. Қандай ойыншы керек екенін тауып та қойған. Қазіргі Парис Сен-Жерменнің шабуылшысы Гонсало Рамушты алғылары келеді. Гонсало Рамуш Бенфикада және де ұлттық құрамасы Португалияда өте тамаша ойын көрсетеді, бірақ та Парис Сен-Жерменде сол ойынды көрсете алмай жатқан жайы бар. Ал енді миландықтар өте сенімді өздеріне. Гонсало Рамуш егерде Миланға келетін болса, өте тамаша ойын көрсетеді және де басқа қырларынан да ашыла алатынына сенімді. Енді қазіргі таңда Оливье Жиру кететін болса, Гонсало Рамуш міндетті түрде керек. Рамуш сияқты ең болмаса мықты шабуылшы керек. Жиру кететін болса, Йович қалады. Одан кейінді бір-екі қосалқы құрамдағы шабуылшылар бар. Бірақ та Рамуш сияқты деңгейі жоғары жас талантты ойыншыны алатын болса, өте тамаша болар еді Милан клубы үшін. Бірақ та тағы да бір әттеген ай дейтін бар, ол Милан клубының ақшасы жетпейді Рамушты толыққанды сатып алуға. Парис Сен-Жерменге Милан клубы егерде Рамушты алатын болса, бірінші жылын жалға, одан кейін барып сатып алуға келісетін болады. Ал бұған Парис Сен-Жермен келіседі ма, келіспейді ма, ол да белгісіз достар. Жалпы Миланда осындай жаңалықтар бар. Миланға жақсы шабуылшы керек. Егер Рамуш ортаға келетін болса, Лео бар қапталда, және де Пуличич бар, Чикуэзе бар, шабуылдары жаман болмас еді. Достар, бүгінге осы 13-ші сектор арнасына жазылуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. 13-ші сектор арнасы сіздер үшін жиі футбол ақпараттарын шығаратын арна, достар.